ғұн тайпалары екіге бөлінді. Шығыстағы тайпалар, батыстағы тайпалар. 157-158 жылдары батыстағы ғұн тайпалары Қазақстанның территориясында Аралдың, Маңғышлақтың, Каспийдің, Орал мен Жайық өзендерінің аралығында тұрып жатты. Ол кезде олармен қатар басқа да тайпалар тұрды. Әрине олар сол тұрған жерде бұрынғы тұрған тайпалармен, жаңа айтып кеткендей, батыстағы ғұн тайпалары Қазақстанның территориясында Балқаш пен Арал теңізінің арасы, Маңғышлақ, Жайық пен Еділдің арасы, сол арада олар тұрды. Бұл 158-160 жылдармен. Әрине олар жер жағында тұрған түрік тайпалас халықтармен араласты. Кішкене мәдениеті де өзгеріс тапты, тіл жағынан да өзгеріс тапты. Бірақ ол кездегі сол түрік тайпалар бәрі де сол бір-ақ тілде сөйледі. Түрік тілінде. Түрік тілі ол кезінде халықаралық тіл сияқты болды. Батыстағы ғұн тайпалары батысқа қарай жылжи бастады. Олар әуелі Қара теңіздің солтүстігіне, Каспий теңізінің солтүстігінен бастап Қара теңіздің солтүстігіне шейін батыстағы Қапқа тауларына шейін жетуге болды. Сол кезде тұрғылықты халықтар бұлардан өте зересіз етіп қорқты. Келіп жатқан сондай бір халық бәрі тайпап келе жатыр, қырып келе жатыр деген. Содан барып сол кезінде бұл тайпалар олардың өздерінің қағандары болды. Бірінші болған қаған Балабер. Бұл 4-ші ғасырдың ортасы. Содан бұлар барып ары қарай батыстағы ғұн тайпалары Шығыс Еуропаға қарай жылжыған уақытында олармен қарсы келген гот тайпалары болды. Гот тайпаларын бұлар жеңіп, олар батысқа қарай жылжыды. Олар кетті Еуропаның қазіргі Германия, Австрия, Венгрия елдерінің жеріне барып тоқтады. Ал батыс ғұндар, олар да соңынан жылжып батысқа қарай жүре берді. Ғұндардың сол уақыттағы енді көшпенді халық болғаннан кейін олар көбіне аттың үстінде жүрді. Көштері жеңіл болды. Киіз үйде тұрды. Жеген тамақтары ет, айран, қымыз деген сияқты. Ал енді мынау батыстың жазушылары оларды сондай бір нашар түрде жазды. Бұларды варварлерді, таңғалықтар деген сияқты сонда бір бұларға мінездеме береді. Ешқандай мәдениет жоқ, тұрмыстары жоқ, бір таңғалықтар деген сияқты солар жазып күлді Еуропаның халқын үркітті. Бірақ ол кезіндегі ғұндар ондай жазатындай жағдайда болған жоқ. Олардың өздерінің мәдениеті болды, тілі болды, тарихы болды, тұрмыстары болды. Бұл жауынгер халық, шынында да олар көбіне
аттың үстінде жүрді. Өйткені жауынгер қалып болғаннан кейін, көшпенділер болғаннан кейін, әрине көбіне олар аттың үстінде жүреді. Ат оларға қанат. Әрбір жауынгердің екі қанат сияқты. Олар соғысқа әр уақытта дайын. Ғұндар олардың жұмысы мал бағу и соғыс. Сондықтан да олар кішкентайынан бастап атқа мінеді, садағатан жауынгер халық болып өсіп шығады. Ондай енді болды. Бірақ жаңағыдай мынау Рим империясының жазушылары, немесе Византияның жазушылары айтқандай, сондай қорқытатындай ештеме болмайды. Оны артынан бұлардың өздері де дәлелдеді. Ашинаның немесе көкбөрінің тұқымы деп есептеледі. Ол кезде ғұндар, кейін түрік тайпалары бәрі де өздерінің көкбөрінің тұқымы деп есептеледі. Ашина тұқымынан, тайпасынан ғана адамдар патша болуға аралас болды. Патша, қаған, хан, басқа тайпаларға қарағанда солардың үлесінде болды деп айтуға болады. Сондықтан біздің білетініміз Баламур бірінші батыс ғұндарды ұйымдастырып бірінші қаған болған. Содан кейінге оның келетін оның ұрпақтары. Жаңа айттық, мынау хан болуға, патша болуға тек қана Ашинаның не болса көкбөрінің тұқымдары ғана ие болатын болды. Соған келген уақытта мынау батыс ғұндардың патшалары не болмаса қағандары бәрі де сол көкбөрден тарайды. Бірінші бәрін басып қосып ұйымдастырып қаған болған ол Баламер. Одан кейін оның баласы Жұлдыз болды. Одан кейін барып оның баласы Қаратүн таққа орынды. Ал Қаратүннен кейін барып Ругила. Ол Ругила Атиланың әкесі. Ал енді біздің тарихта жақсы, өте жақсы білетіміз бұл әрине Атила. Бірақ Атилаға шейін біздің айтатынымыз бұл Баламер. 323-360 жылдары ол таққа отырды. Содан 380 жылға шейін күлді батыс ғұндардың басшы отырды. Өзінің халқын батысқа қарай жылжытып отырып, жолда аландарды соғысып жеңді. Одан кейін готтардың королі Германарихпен соғысып, оны жеңді. Германарих жеңілгенін біліп, өзіне өзі қол салады. Ал қалған готтар батысқа қарай шегініп, қазіргі Бельгияның, Австрияның, Германия территориясы үшін келеді. Ал мынау шығыс Еуропаға кірген ғұндар Баламерден алды. Бұдан сол кезде екі Рим империясы бар. Біреуі батыс Рим, екінші шығыс Рим империясы, ол Византия, Константинополь. Сол кезінде екеуі де қорқа бастады. Бұл шығыстан келген ғұн тайпаларға. Өйткені олар өздері сондай жауынгер халықтар, ешкімді аямады. Жолда кездескенін бәрін түгел жайпап өтті. Халқын көбісін қырды деуге болады, жерін алды. Содан барып бұлар
бұларға құн төлеуге шейін барды. Византия, Рим. Рим Панноника деген жерді бұларға жайлауға берді. Содан барып бұлар кәдімгі Европаның нақ ортасына барып орналасты. Әрине әртүрлі сөз болды. Жазушылар Римнің бұларды жамандады, тәңір халық деді. Бірақ сөйтіп отырып бұларға құн төлеп отырды. 400, біздің заманымыздың 410 жылы Баламердің баласы Жұлдыз таққа отырады. Сол кезінде ол жандағы жерлерді кеңейтіп, әсіресе Паннония жерінде ол өзінің елін орналастырды. Одан кейін барып, Венгрияның территориясында Хунгария деген елді оны ұйымдастырды. Ол енді қазір Венгрия, ол енді Хунгария. 434 жылы таққа Рукила келді. Бұл Атиланың әкесі. Ол кезінде ол Константинопольға шабуыл жасап, оны қоршап, Византия құрып кетудің алдында ғана қалды. Оны айтады ғой, Құдай жақтап қалды дейді. Сол жолы үлкен жағдай бұлдарға құн беріп, мемлекетін әрең-әрең сақтап тұрды. Ал одан кейін мұның ағасының баласы біледі. Сол таққа отырды, бірақ көпке ұзаған жоқ. Атила мен екеуінің арасында біразғандай келіс болып, Атила оны өлтіреді. Одан кейін барып Атила өзі таққа отырды. Одан кейін енді біз Атиланы білеміз, Европаны қалай дірілеткенін, оның ішінде Рим империясын қалай бір жұмыртқа ұстаған, соның арқасында күллі Европаның халықтары осалы қалды. Өйткені Рим империясы бұл барлық жандағы елдердің бәрін құлдықта ұстаған. Римнің құлдығынан көп елдер босады ғұндардың арқасында. Ол енді Атиланың еңбегі, соның жеңістің арқасында болған жағдайлар. Бұл Атила ғұндардың патшасы Атиланың көп еңбегінің арқасында, соғысып Римді жеңгенің арқасында күллі Европа елдерін құлдықтан құтқарды. 5-ші ғасырда Рим империясы құлап, Европаның политикалық жағдайы, экономикалы сәпсен өзгеруге үлкен үлес қосты деп айтуға болады. Ғұндарды, оның ішінде оның патшасы Атила.